қазіргі жас қыздардың барлығы сондай ма, или тек ақтаудың қыздары сондай ма, мен түсінемін. Әйтеуір біздің салонға жұлқынған пысық қыздар келеді ғой. Келеді де тез өздерінің ұнатып жүрген сырға сақинасын тағып көріп, фотоға түсіріп, жүріп жүрген, немесе жүрейін деп жүрген, қолқа салып жүрген жігіттерге жібереді де, пәленше болш, тез болш, осыны ұнатып тұр, маған тез ақшасын жіберші, алайын деп тұрмын деп міндетсінеді ғой. Ар жағындағы жас жігіт қипақтап, ол студент болса да құдай білсін, мектеп оқушысы ма құдай білсін, әйтеуір окей деп ар жағындағы ақшасын тауып беріп жіберіп жатады. Енді қыздан да айырылу болмайды ғой ол жігітке. Содан жігіт те мәз, қыз да мәз, сырға сақинасын алып кетеді. Біз отырып алып ойланамыз, мына қыз ертең қандай келін болады екен, құдай сақтасын мындай келіннен деп ойлаймыз да, артынан өз ойымыздан өзіміз тайқып шығамыз. Мүмкін осылай да дұрыс болар. Ол өзінің позициясын ұстанып тұр, қалауын айтып тұр, жігіт оның міндетін орындап тұр деп та, баяғы біз сияқты ұялып, қымсынып жүретін жастар емес, мүмкін осылай да дұрыс болар деп ойлап қоямыз. Сіздер қалай ойлайсыздар қыздар? Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс? Может, қыздың жасаған дұрыс болар? Өзінің ойын, өзінің позициясын ұстанып тұрған.